Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам генетикасы, адам генетикалық зерттеудің объектісі. Қарастыратын сұрақтарымыз адамның тұқым қуалаушылығын зерттеудің ерекшеліктерін табу, ғылымның осы саласының келешек мақсаттары, сосын адам кариотипінің идеограммасы, сонымен қатар адам генетикасын зерттеу әдістері. Алдарыңызда тұрған дифференциалды бояу арқылы боялған адам хромосомаларының картасы, бұл адам кариотипінің идеограммасы болып есептелінеді. Жалпы адамның хромосомдық жинағын зерттеу үшін 1960 жылы Денвер қаласында адамның методикалық хромосомалары номенклатурасының стандартты жүйесі жасап шығарылды. Енді алдарыңыздағы адам кариотипінің идеограммасын қарасаңыздар, ондағы 22 аутосоманың бәрі морфологиялық ұқсастық бойынша 7 топқа бөлінеді. А тобы 1-ден 3-ші хромосомаға дейін, қараңыздар, назар аударып, иықтарының ұзындығы бойынша бірдей немесе бірдей дерлік келетін хромосомалардың 3 ұзын жұбы. Б тобында 4-ші және 5-ші хромосомалар, иықтарының ұзындығы бірдей емес, түрлі иықтар. С тобына келетін болсақ, олар 6-дан 12-шіге дейінгі хромосомалар дейін түрлі иықты, орташа өлшемді хромосомалар, оларды жекелендіру қиынға соғады. Дәл осы топқа өлшемі бойынша жыныстық X хромосома да жатқызылады. Енді Д тобына келетін болсақ, ол 13-тен 15-ші хромосомаға дейін екінші иығы өте қысқа, көрінбейді десе де болады. Орташа өлшемді хромосомалар, бұл жұптардың үшеуі де бір-біріне өте ұқсас. Және Е тобы 16-дан 18-ге хромосомаға дейін қысқа хромосомалардың 3 жұбы, мұнда 16-шы жұптың хромосомалары 17-ші және 18-ші жұптан ерекшеленеді. Келесі F тобы 19-дан 20-ші хромосомаға дейін өте қысқа, тең иықты хромосомалардың 2 жұбы. Және соңғы G тобы 21-ші, 22-ші жұптардың хромосомалары өте қысқа, бір иықты серіктері бар, бір-бірінен қиын ажыратылатын хромосомалар. Бұл топқа өлшемі бойынша Y хромосомалар да жатқызылады. Енді адам генетикасын зерттеудің көптеген тәсілдері бар, солардың бір қатарына тоқталайық. Оның ішінде генеалогиялық әдіс, цитогенетикалық, егіздік, онкогенетикалық, популяциялық әдістер және биохимиялық әдістер. Енді генеалогиялық әдіс дегеніміз не? Ол генеалогиялық әдіс дегеніміз адамның шежіресін құрастыруға және белгінің тұқым қуалау сипатын зерттеуге негізделеді. Бұл әдісті алғаш рет 1865 жылы Гальтон ұсынған болатын. Міне алдарыңызда қарап тұрсаңыздар, шежірені құрастыруда қолданылатын стандартты символдар осылай қолданылады. Яғни бұл жерде жынысы, гетерозигота мен гомозигота ма, сосын некеде ма, ата-аналар бар ма, балалар бар ма, солардың барлық белгілерінің жиынтықтары бұл жерде анықталып отырады. Алдарыңызда міне тұқым қуалау типтері де көрсетілген осы бойынша. Енді келесі біздер әдіске келетін болсақ, келесі біздің әдісіміз ол цитогенетикалық әдіс. Бұл әдіс хромосомаларды микроскоп арқылы зерттеуге негізделген. Қалыпты жағдайда адамның дене жасушаларында 22 жұп аутосомалар және 1 жұп жыныстық хромосома болатындығын 1956 жылы швед ғалымдары Тио мен Джей Ван анықтаған екен. Бұл цитогенетикалық әдіс бойынша. Енді келесі біздің егіздік тәсілге келетін болсақ, егіздік тәсіл дегеніміз ол біркелкі гомозиготалық және әркелкі гетерозиготалық егіздердің психологиялық ерекшеліктері мен дамуын салыстыра зерттеу. Егістік әдіс адамның психологиялық қасиеттері мен мінез-құлық ерекшеліктерінің қалыптасуына тегімен ортаның ықпал деңгейі туралы мәселені ғылыми тұрғыда шешу мақсатында жүргізіледі. Тұқым қуалаушылық белгілері бірдей және әртүрлі балалардың психологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы түрде зерттейтін әдіс. Егістік әдіс адам қылығы ерекшеліктерінің және психологиялық қасиеттерінің генотиптік және ортаға байланысты мәселелерін ғылыми түрде шешуде қолданылады.
Келесіде тағы да қандай әдістер бар? Сонымен қатар биохимиялық әдіс бар. Ол биохимиялық әдіс қандағы және несептегі ферменттердің активтілігі мен кейбір өнімдердің болуын анықтайды. Сосын осы әдіс көмегімен зат алмасудың бұзылуы анықталады. Ондай бұзылу түрлі патологиялық күйдегі және генотипте аллельді гендердің қолайсыз үйлесуі, мысалы гомозиготлы күйдегі зиянды рецессивті аллельдердің болуы салдарынан болады. Мысалға фенилкетонурия деген ауру активтілік өнімі фенилаланин амин қышқылының алмасуына қатысатын рецессивті ген бойынша гомозиготлық күйде дамиды. Бұл амин қышқылының ыдырауының бұзылуы аралық зат алмасу өнімдерінің жиналуына, ал дамып жатқан нерв жүйесіне әсер етпейді, сөйтіп ақыл естің кемдігіне әкеп соғады. Дер кезінде дұрыс диагноз қойылып туылған баланың диетасына фенилаланин қосу арқылы оны қалыпты дамуына жағдай жасауға болады. Тағы да бір әдістердің біреуі ол популяциялық статистикалық әдіс. Адамға тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттеуде гибридологиялық әдіс мүмкін болмағанда, бұл әдіс өте құнды болып табылады. Себебі белгілердің пайда болуы мен тұқым қуалауы адам популяцияларында бір немесе бірнеше ұрпақтарда зерттеледі. Генетиктер популяцияны зерттеулерде 1908 жылы ашылған популяцияның генетикалық тұрақтылық заңына сүйенеді. Математик Джордж Харди мен дәрігер Вайнберг мынадай қорытындыға келген: белгілі бір жағдайларды сақтағанда популяцияның генофондындағы гендердің әрқайсында аллельдердің арақатынасы бірнеше қатар ұрпақтарында өзгермейді. Осы аталған әдістердің көмегімен қазіргі кезде адамда болатын 2000 қалыпты және патологиялық белгілер, олардың тұқым қуалау сипаты, бірқатар тұқым қуалау ауруларының анықталуы және алдын алуы зерттелген. Енді жалпы генетика зерттейтін тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің барлық тіршілік формаларының қасиеттері болып табылады. Сондықтан жер бетінде тіршілік эволюциясы нәтижесінде пайда болған адамға барлық жалпы биологиялық заңдылықтар, соның ішінде тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің заңдылықтары таралады. Адам генетикасын зерттеу медициналық ғылыммен және практикалық денсаулық сақтау үшін өте маңызды. Себебі тұқым қуалайтын аурулар патологияның, әсіресе балалар патологиясының едәуір үлесін құрайды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.